Әр бала өз құқығын білуі тиіс. Осындай тақырыпта Сармолдаев атындағы балалар үйінде мотивациялық іс-шара өтті. Аталған іс-шараның өтуіне Дінмұхамед Қонаев атындағы балалар және жасөспірімдер кітапханасы ұйытқы болған. Онда жас өрендерге түрлі адам құқықтар жөнінде пайдалы деректер мен қазақ тіліндегі қазыналы кітаптардың мазмұны жайында айтылды. Кездесу барысында арнайы психологтар адам бойындағы негативтік ойлардан арылу жаттығуларын көрсетіп, өз-өзіне мотивация беру әдістерімен бөлісті. Тағымды шараның соңы балалардың өнермен театрлық және концерттік шараға ұласты. Тәлімгер жобасы осы қазақстандық дара қорының жобасы, үлкен республикалық жоба. Бұл жоба аясында кез келген дара тұлға мынау өмірлік қиын жағдайға тап болған балалар орталығындағы тәрбиеленіп жатқан жасөспірімдерге тәлімгер бола алады екен. Ал біздің кітапхана, Қонаев атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасы осы орталықтағы балаларға корпоративті тәлімгер болып келіп отыр.